Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен үй жағдайында қалай шашымызды тез, қалың және жылтыр табиғи сұлулығын қалпына келтіріп өсіруге болатын екі рецепттің түрімен бөлісетін боламын. Ол рецепттардың керек ингредиенттері біздің барлық дүкеннің сөрелерінде таба аласыз және де бағасы өте қолжетімді. Ал ең бастысы өте жақсы көмектеседі. Егер де сізге осындай шаш күтімінде, бет күтімінде пайдалы ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген жаңа видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің де менімен бөлісетін жаңа бір ақпарат не болмаса маска түрін білсеңіздер, комментария бөліміне жазыңыздар, міндетті түрде бірге эксперимент жасап көреміз. Рецептқа кіріспес бұрын неге шашымыз түседі, неге шашымыз жұқа және де неге табиғи өңін жоғалтады деген сұрақтарға жауап алып алайық. Шаштың түсуінің бірнеше себептері бар. Мысалы ретінде сіз емізулі ана болсаңыз, гормональдық сбой, щитовидка, зоб, стресс және көбінде әйел адамдардың ұйқы қанбауының әсерінен шашымыз жиі түсуге алып келіп жатады. Ал екінші үлкен себептерінің бірі ол тұқым қуалаушылық, не болмаса аллопеция. Аллопеция ол деген ол ауру. Яғни ол ауруды емдеу үшін тек қана трихолог маманына жүгініп, керекті анализдарды тапсырып, содан кейін ғана ем қабылдап, одан кейін ғана үй жағдайында маска жасасаңыз көмектеседі. Ал егер де жай стресстан, ұйқы қанбағаннан не емізулі ана болсаңыз, онда қарапайым маскаларда сізге жақсы септігін тигізіп көмектесетін болады. Шаштың жұқа болу себебі ол әрине ең алдымен шашыңыздың көп түсуінің себебінен болады. Ал екінші үлкен орынды алатын ол дұрыс шашқа күтім жасамау. Яғни су сабын, шампуньдарды дұрыс пайдаланбау, басымызды дұрыс жумау және де шаштағы кепкеннен кейінгі укладка, яғни үтіктеу, бюролау кезіндегі уходовый составтарды дұрыс пайдаланбау, не болмаса мүлдем пайдаланбаудың салдарынан шашымыз күйзеліске ұшырап, жұқара бастайды. Ал шаштың түсі неге өнеді деген сұраққа ол дұрыс тамақтанбау, яғни жеген тамағыңыздың тікелей шашқа берер әсері бар және де шаштың түсіне берер әсері бар. Сол себепті әр бас жуғанда шашты екі қайтара жуып, бальзамды тек қана ұшына жағып, шашыңыз кепкен кезде ғана тарақпен тарап, бюролайтын алдында стайликстарды пайдалану. Басыңызды жуған кездегі күтімді дұрыстап пайдаланып үйреніп алудың мен осы каналымда арнайы видео түсіріп көрсеткен болатынмын. Кіріп қарап көрсеңіздер болады, сол жерден толық ақпарат аласыздар. Ал одан бөлек мен сіздерге жаңағы айтып өткен ең оңай шашты тез өсіруге, қалыңдатуға және түсін қалпына келтіруге арналған рецепт ол қарапайым біздің ыржаной наннан жасалынады. Ыржаной нанның құрамындағы дәрумендер, минералдар шаштың қалыңдауына және жылтырауына жақсы септігін тигізеді. Және де оның жасалу жолы өте оңай. Бұл масканы әр бас жуған кезде пайдалансаңыз, ешқандай кері әсерін бермейді және де барлық шаш түріне пайдалануға болады. Ал ыржаной наннан масканың жасаудың рецептінің жолы өте оңай. Ол үшін бізге көмекке лавр жапырағы келеді. Лавр жапырағының құрамындағы витамин біздің шашымыздың жылдам өсуіне, ең маңыздысы жылдам өсіруіне және де зиянсыз өзіндік тұқымдарына, яғни әр шаштың өзіндік тұқымы болады. Сол тұқымға удобрение, яғни витамин дәруменді жақсы тез арада сіңіріп алуына жақсы септігін тигізеді. Сол себепті қарапайым лавр жапырағының 4-5 данасын алып, қайнап тұрған ыстық суға кішкене бұқтырып аламыз. Егер сіздің уақытыңыз аз болса, 5 минутқа қайнатсаңыз тезірек суының түсі сары түске айналып, бізге керек су пайда болады. Осы суға ыржаной нанды араластырып маска жасаймыз.
Лавр жапырағы тұнып болғанша мен осы қара жаной нанды осындай орташа бөліктерге бөліп турап алдым. Енді осы лавр жапырағы суы сарғайды, яғни бізге керек жидкость пайда болды. Осы лавр жапырағын тазалап алып тастап, осы суға нанымызды араластырамыз. Ол үшін бізге қарапайым марля қажет болады. Егер сізде марля болмаса, оның орнына жұқа бір тряпканы пайдалансаңыз болады. Міне, нанды осы марляға салып аламын. Бұл рецепті жасағаннан кейін көп жасап қойсаңыз, холодильникта, яғни тоңазытқышта ұстауға болады. Ал енді осы марляға салынған нанымызды осы лавр жапырағының суына салып жұмсартамыз. Сол жұмсарған кезде бізге керек наннан дәрумендердің барлығы бөлінеді. Сол кезде суымыздың түсі өзгереді, содан байқасаңыздар болады. Осылай мұжу арқылы жасаймын. Жасалу жолы өте оңай. Бұл рецепті жасау үшін сізге ары кетсе бір 300-400 теңге ғана қажет, және 10 минут уақытыңыз қажет. Өйткені қайнатпайсыз, еш нәрсені не қылмайсыз. Нан мен екеуін ыстық суға бір малып соғын шығарып алсаңыз, және де соны басыңызға әр бас жуатын алдында 15-20 минут жағып отыратын болсаңыз, жеткілікті. Міне біздің араласқан суымыздың түсі осындай болды. Енді оны Ал біздің жаңағы суымыз дайын болды. Енді оны қарапайым осындай мақтамен батыру арқылы шашымыздың түбіне жағып шығамыз. Яғни әр бас жуатын алдында уақытыңызға қарай 15 минуттан кем дегенде 15 минут, уақытыңыз көп болса жарты сағат 40 минутқа дейін ұстауға болады. Және де басыңызға жағып қойғаннан кейін пакет не болмаса орамал тағу міндетті емес. Жай ғана жағып қойып, үйде басқа жұмысыңызды бітіріп, уақытты өткізсеңіз болады. Жарты сағат 40 минуттан кейін қарапайым күнделікті пайдаланып жүрген шампунь және де бальзаммен басыңызды жуып, масканы шайып тастайсыз. Және оны аптасына 3 рет бас жусаңыз 3 рет, 2 рет жусаңыз 2 рет, яғни әр бас жуатын алдында пайдалануға болады. Және де бұл маскамызды, яғни суымызды холодильникта, тоңазытқышта ұстауға болады. Ешқандай кері әсері жоқ. Дәл солай тез және оңай жақсы көмектесетін лавр жапырағы араласқан масканың түрі ол жаңағы қарапайым гвоздика, яғни қалампыр. Осы екеуін араластырып, мынаның упаковкасында 10-15 грамм болады. Мынадан 10-15 штук екеуін араластырып, үстіне 1 стақан су құйып, отта 5 минут қайнатып алсаңыз, судың түсі қоңырқай болып өзгереді. Сол суды осындай арнайы бөтелкеге құйып, мынандай шашатыны бар бөтелкеге құйып, шашыңыздың түбіне дәл солай сеуіп шықсаңыз да, бұл да сізге өте жақсы көмектеседі. Мен осыны әрдайым сөмкемде ұстап жүремін. Осы рецепт жайлы менің каналымда бар, кіріп қарап көрсеңіздер болады. Ал масканы міндетті түрде уақытымен жасаңыздар, және де результатқа жеткеннен кейін маған жазып бөлісуді ұмытпаңыз.